Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз өте қызықты әрі көп адамды ойландыратын тақырып туралы сөйлесеміз. Бұл түсті көрсең өмірің өзгереді. Кейде адам бір түс көреді, бірақ ол жай түс сияқты емес. Жүрекке ерекше әсер етеді. Ұмытылмайды. Күні бойы ойдан кетпейді. Көп адам мұндай түстерден кейін өмірінде өзгеріс болғанын, бір нәрсе сезгенін, ішкі дүниесі өзгергенін айтады. Ал енді, қандай түстер адам өміріне әсер етеді? Неге кейбір түстер жүректі қозғайды? Бүгін соны бірге талқылаймыз. Түс деген не? Түс адамның ішкі жан дүниесінің айнасы. Күндізгі ой, қорқыныш, сағыныш, арман, қуаныш бәрі түнде түс болып көрінуі мүмкін. Бірақ кейбір түстер ерекше болады. Олар адамға белгі, мотивация, ескерту, рухани әсер сияқты сезіледі. Бір, түсіңде жарық көру. Егер түсіңізде күшті жарық, нұр, күн сәулесі, ақ жарық көрсеңіз, бұл көбіне жақсылықтың белгісі, ішкі тыныштық, үміттің оралуы деп түсіндіріледі. Көп адам өміріндегі қиын кезеңнен кейін осындай түс көреді. Бұл адамның жан дүниесі жарық іздеп жүргенін көрсетеді. 2. Таза су көру. Түсіңізде таза су, өзен, мөлдір көл, жаңбыр көрсеңіз, бұл тазалық, жаңару, өмірдегі өзгеріс деген мағына беруі мүмкін. Су көптеген түс жоруда жақсы белгі. Әсіресе мөлдір су. Жақсы жаңалық, тыныштық, жаңа өмір кезеңі деп айтылады. 3. Ұшу. Көп адам түсінде ұшып жүргенін көреді. Бұл еркіндікке ұмтылу, қиындықтан шығу, армандарға жақындау белгісі болуы мүмкін. Егер адам өмірде қатты қысымда жүрсе, түсінде ұшу жиі кездеседі. 4. Жылау. Қызығы, түсінде жылау көп жағдайда жаман белгі емес. Бұл ішкі ауырлықтың шығуы, жеңілдеу, жанның тынышталуы болуы мүмкін. Кейде адам шынайы өмірде жылай алмайды. Сонда эмоция түс арқылы шығады. 5. Өлген адамды көру. Бұл түс көп адамды қорқытады. Бірақ көп жағдайда сағыныш, естелік, жүректегі байланыс дегенді білдіреді. Егер түсіңізде марқұм адам күліп тұрса, тыныш көрінсе, онда бұл жүректегі жақсы естеліктің белгісі болуы мүмкін. 6. Мешіт немесе дұға көру. Егер түсіңізде намаз, мешіт, дұға, Құран көрсеңіз, бұл көбіне рухани тыныштық, жүректің тазалануы, ішкі ізденіс дегенді білдіреді. Мұндай түстер көбіне адам шаршағанда келеді. 7. Қараңғы түс көру. Егер түсіңіз қараңғы, қорқынышты, мазасыз болса, онда бұл ішкі уайым, қорқыныш, стресс себебінен болуы мүмкін. Бұл міндетті түрде жамандық болады деген сөз емес. Неге кейбір түстер ұмытылмайды? Себебі олар күшті эмоциямен байланысты, жүрекке әсер етеді, адамның ішкі жағдайын көрсетеді. Кейбір түс жанның айқайы. Кейде түс өмірді өзгертеді. Көп адам бір түс көрдім де өмірге басқаша қарай бастадым дейді. Себебі кейбір түстер ойландырады, тоқтатады, ескертеді, үміт береді. Түс болашақты нақты айтпайды. Маңызды нәрсе. Түс нақты болашақтың жүз көрінісі емес. Көп жағдайда ол адамның ішкі сезімі, қорқынышы, арманы, сағынышы арқылы пайда болады. Сондықтан әр түсті жамандыққа жорудың қажеті жоқ. Түстен кейін не істеу керек? Егер ерекше түс көрсеңіз, қорықпаңыз, сабыр сақтаңыз, жақсы ойлаңыз, ішкі сезіміңізге назар аударыңыз, дұға жасаңыз, өзіңізді шаршатпаңыз. Кейде түс жаңа өмірдің басы. Адам өмірінде шаршау, күйзеліс, жалғыздық, үмітсіздік көп болғанда түс арқылы жүрек сөйлейді. Кейде бір түс адамға қайта бастауға, өзгеруге, өз өмірін бағалауға себеп болады. Түстердің ең маңызды мағынасы. Түс адамның ішкі әлемінің белгісі. Ең маңыздысы
Жүректің тыныштығы, ниеттің тазалығы, сабыр. Қорытынды. Бұл түсті көрсең өмірің өзгереді деген сөз кейде рас болуы мүмкін. Себебі кейбір түстер адамды ойландырады, өзгертеді, рухани оятады. Бірақ барлық түстен қорқудың қажеті жоқ. Кейбір түс жанның тыныштығы, ішкі сезім, үміттің белгісі болуы мүмкін. Құрметті көрермен, егер бұл видео сізге ұнаса, каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз, каналға міндетті түрде тіркеліңіз. Ал сіз қандай ерекше түс көрдіңіз?